Болды ойдым, рахмет. Аха. Ал жарайды онда, құрметті әріптестер, бастай берейік. Кірген адамдар кіре жатар. Қазір. Будет так Бізде олимпиада өткізген болатын, максимум орталығы, иә. Қазақ ұлттық университеті бірлестігімен күшті керемет олимпиада өтті бізде жазда. Сол олимпиаданың екі лигадан тұрды ол олимпиада. Мұғалімдер лигасы және не лига болып, тренерлер лигасы болып. Соның қазір мұғалімдер лигасының есебін талдайын деп отырмын. Кеттік. Бірінші методический блоктан бастай берсек. Методический блоктан. Бірінші есеп, мынандай есеп. Көп әдіспен шығару. Көп әдіспен шығару, үшбұрыштың медианалары қиылысу нүктесінде төбесінен бастап 2-1 қатынаста бөлінетінін дәлелдеңіз дейді. Ал идеяларыңыз болса айта берсеңіздер, қалай дәлелдесек болады, не істесек болады, қандай әдістермен көрсетсек болады. Микрофонды қосып айта берсеңіздер болады. Бірінші әдіс. Жарайды, бастай берейік онда. Бірінші әдіс. Біз мынандай үшбұрыш салып алайық бірінші. Үшбұрышымыз салып алайық. Бұны үшбұрышты белгілеп алайық. АБЦ үшбұрышы болсын. Ат берейік. АБЦ үшбұрышы. ББ1, АА1. Олар медианалар болсын. Медианалар бір О нүктесінде қиылыссын. Енді берілген толық жазып өтейік. Не берілген бізде? Үшбұрыш АБЦ берілген. АА1, Б1 медианалар. АА1, Б1 медианалар. АА1 мен ББ1 О нүктесінде қиылыссын дейді. Бізге нені дәлелдеу керек онда? Мысалға нені дәлелдеу керек? АО-ның ОА1-ге қатынасы тең БО-ның ОБ1-ге қатынасы тең 2-ның 1-ге қатынасы екенін дәлелдеу керек. Шешуі. Ал қалай көрсетеміз? Микрофонды қосып жауап беріп отырсаңыздар, мына жерде сол кезде кішкене қызығырақ болатын сияқты. Ұқсастықтан қарастырамыз ба? Үшбұрыштардың ұқсастығынан. Үшбұрыштардың ұқсастығы, бұл жерде ұқсас үшбұрыштар шыға ма? Міне жерде қоссақ шыға ма деген ғой, А1, Б1-ді. А1, Б1 мен. А1, Б1-ді. Шықпай ма? А1, Б1, А1, Б1-ді қосып көрейік, Қоссақ орта сызық болып ана А-дан 2 есе кіші болып, содан шықпай ма деп дұрыс ойлап айтасыз, отырмын. А-дан 2 есе кіші болады, иә? А-дан Орта 2 есе сызығы кіші болады ғой ол. болады. Орта сызық болады сол кезде, иә? Жарайды, сіздің айтқаныңызды істеп көрейік. Қосайық сол жерін. Мына екеуін қосайық, иә? Онда бізде бұл жерде не шығады? Бұл жерде Ана үшбұрыштың бұрыштары вертикаль болып тең болады бір-біріне, иә? А1, Б1 ол орта сызық болғандықтан ол АБ-ға параллель болады, иә? Бірінші. Сосын А1, Б1 деген ол АБ-ның жартысы болады. Дұрыс қой? Енді біз Анау мынандай бір айқыш екіншісі алып алайық. бұрыштар болмай ма? Айқыш бұрыштар. Айқыш бұрыштар, мына қай бұрыштар, айқыш бұрыштар? Ана кіші үшбұрыштың бұрышы мен үлкен үшбұрыштың бұрыштары тең болады ғой бір-біріне, айқыш болғаннан кейін. Бұрышты атымен атап жіберсеңіз, қандай бұрыштар? О А1, Б1 мен Аха.
анда бұрышыңыз. Сонда мына жақтағы БАО бұрышыңыз. Б А О бұрышы. О, керемет аха, екеуі тең болады, иә. Ана жағынан аналар тең болады, анау ортасы вертикаль болғандықтан тең болады, сонда екі үшбұрыш ұқсас болады ғой бір-біріне. Керемет, дұрыс айтасыз аха. Мына жерде ұқсастықпен кетіп қалдық онда біз, иә. Онда А1 Можно, иә, Б1 ұқсастықпен. тең АБ бөлу 2 болды. Ұқсастықпен кетіп қалдық. Қандай үшбұрыштар ұқсас болады екен? Жақсы. Өте керемет. АО А1 мен Б1. А1 О1 Аха, А1 Б1. Мына жерден бірден жаза салайын ұқсастықты. Қазір бізде үшбұрыш АОБ ұқсас болады екен. Үшбұрыш А1 ОБ1-ге, иә. Иә, иә. Енді бұл екеуі ұқсас болатын болса, бұл екеуінің ұқсастық коэффициенті біз 2 екенін біліп тұрмыз. Иә? Онда БО-ның 2-3-тің 2-3-ке қатынасы, ОБ-ның ОБ1-ге қатынасы бізде нені береді? АБ-ның 1-3-тің 1-3-ке қатынасы, иә, А1 Б1-ге. Ол 2-ның 1-ге қатынасы болатын бізде, ортастықтың қасиеті бойынша. Осы жерден шығады, ОБ-ны неге бөлетін болсақ, ОБ1-ге бөлетін болсақ, 2-ның 1-ге қатынасы шығады. Ал жарайды, ұқсастық білмейтін оқушыға қалай көрсетуге болады? Бірінші әдіс осылай, иә, керемет. Ұқсастықпен дәлелдедік, өте жақсы. Ұқсастықпен өте керемет дәлелдеу болды. Бірінші әдіс деп бұны ала беруге болады. Ұқсастық кетті бірінші әдіс. Ал енді басқаша қалай көрсетсек болады, қалай ойлайсыздар? Аха, дауыс өшіп тастадым. Ал қалай ойлайсыздар, екінші әдіс қалай? Қандай екінші әдіс көрсетсек болады мына жерде? Ұқсастық білмейтін оқушысы, мысалға 8 сыныптың басындағы оқушылар бізде ұқсастық білмейді, иә? 8 сыныптың басында не болады бізде? Сол орта сызық өтіледі, көбінесе кейбіреулер жетіде өтіп кетеді. Сосын параллелограммның белгілері, қасиеттері деген сияқты соларды бастайды, иә, ары қарай. Енді басқаша былай алып көрейік. Бірінші әдісіміз біздің түсінікті, өте керемет әдіс болды. Енді екінші әдіс бізде былай алып көрсек. М деген нүкте АО-ның ортасы болсын. N деген нүкте БО-ның ортасы болсын, мысалға. Тең болсын. Енді біз былай қосып көрейікші. М мен Б1-ді қосып көрейік. М мен Б1-ді қосып көрсек, бізде не шығады? Бізде М Б1-дің ұзындығы ненің ұзындығына тең болады? Мына жерде қалай ойлайсыздар? М Б1-дің ұзындығы. М Б1-дің ұзындығы осының жартысына тең ғой, иә? Келісесіздер ғой, иә? М Б1-дің ұзындығы осының жартысына тең, сосын М Б1 бізде осыға параллель, иә? Мына үшбұрыштағы орта сызық бізде. Дәл осылай біз нені алайық? N-A1-ды алып көрейік. N-A1-ды алып көрейік. Енді біз қай үшбұрышты қарастырып жатырмыз онда? Біздің қазір қарастырып жатқан үшбұрышымыз ОБЦ үшбұрышы, иә? Онда N-A1 деген осы жерде бізде не болады? Ол 30-ның жартысы болады. Дұрыс қой. Сосын N-A1 бізде ол 30-ға параллель болады. Енді параллелограммның белгісі бойынша параллелограммның бізде қандай белгісі бар еді? Егер қандай да бір төртбұрыштың қарама қарсы екі қабырғасы, иә, қандай да бір параллель және тең болса, онда ол параллелограмм болады. Осы жерден қандай төрт параллелограмм екені шығады? М Н А1 Б1 ме? N A1 B1 M. Иә, иә. M N A1 B1 осы параллелограмм екені шығады, иә, автоматты түрде параллелограмм екені шығады бізде. Осы жерден жаза салайын. Не шығады? M N A1 B1 бізде ол параллелограмм. Иә? M N A1 параллелограмм. Ол екеуі параллелограмм болса, біз білеміз, параллелограммның диагональдары қиылыс нүктесінде қақ бөлінеді, иә, үшбұрыштар теңдігімен көрсете саламыз. Онда сәйкесінше осы жерден шығады. Бұдан не шығады? Бұдан NO-ның Б1 O1-ге О-ға қатынасы. тең болады, иә? Аха, NO тең O1 болады. NO O1-ге тең болатын болса, BO-ның O1-ге қатынасы 2-ның 1-ге қатынасы бірден шыға салады. Өйткені 3 тең бөлгіш шықты, иә? 3 тең бөлгіш шықты.
Жарайды. Бұны екінші әдіс ретінде қарастырып кетуге болатын сияқты. Жаңағы әдістер енді басқаша. Ұқсастық негізі мүлде басқаша. Енді мына әдісті де басқа әдіс деп санай беруге болатын сияқты. М-1 осының қалай жартысы болып кетті? М-1 М-1 осының жартысы болады. Себебі қараңыз. М-ді мен АО кесіндісінің ортасы деп алдым. АО-сы үшбұрышына қарайтын болсаңыз, ол сізде орта сызық болып тұр ғой. М-1 орта сызық. Бүйір қабырғалардың орталарын қосып тұр, біз былай қарайтын болсақ егер. Онда орта сызықтың қасиеті бойынша М-1 ол табанның жартысына тең және параллель болады. Түсінікті, иә? Түсінікті деп ойлаймын. Мына әдісті қалай ойлайсыздар? Екінші әдіс ретінде алып кетуге бола ма осыны? Әлде жаңағы ұқсастықпен бірдей ма? Ойларыңызбен бөлісе Жоқ, мына кетсеңіздер. бөлек қой, мына параллелограмм бойынша Параллелограмм бойынша алып тәрізденіп. тұрсыз бөлек, иә? Бәрібір методический бөлек. Өйткені ұқсастық білмейтін балаға біз осы әдіспен көрсетеміз. Иә, 9-шы класс, 8-ші сыныптардың оқушыларына әдемі түсіндіруге болады екен, Иә, оқшау. 8 сыныптың оқушыларына мынадан енді басқа білмеймін. Тағы да қазір бір әдістер көреміз. Абай ұқсастықпен енді түсіндіре алмаймыз 8 сыныптың басында, иә, Иә. оқушыларға. Енді осы әдіс қана қалады бізде. Енді кеттік келесі. Екі әдіс бар деп ойлайық онда. Келесі бізде үшінші әдісіміз. Үшінші әдісіміз. Ой, мынаны түгел өшіре салайыншы. Болмай кетті. Басынан сала салайық. Қазір үшінші әдіс. Мынау АБЦ үшбұрышы. Бұл бір О нүктесінде қиылысын, иә? О нүктесінде қиылысын. Енді қараңыздар. Мүлде бір басқа подход бар. Басқа әдіс ол векторлық әдіспен көрейік. Векторлық әдіспен. Енді біз былай алайық. Біз нені мысалға АБ векторын мынаны АБ вектор деп алайық. Бұлай біз АБ1 векторын алайық. Бұл екеуінің коллинияр емес екені түсінікті, иә? Коллинияр емес екені түсінікті ғой. Екеуі параллель емес. Жасылмен белгі салайын. Екеуі параллель емес, коллинияр емес. Енді қарайық. Жақсы, енді мынандай нәрсені алып алайық. Бұл оның О1-ге қатынасы бір альфа болсыншы. Осы альфаны табу керек, бізге. Осы альфаны табу керек бізге. Осы альфа болсын, альфаны табу керек. Енді альфаны қалай тапсақ болады? АО векторын қарастырайық. Қалай ойлайсыздар? АО векторын мынау АБ және АБ1 векторы арқылы қалай өрнектесек болады? АО векторын. Кешіріңіз ағай, бір сұрақ қойып жіберсем. Аха. В1 180 градусқа тең емес пе? В1. БО1? Иә, 180 градусқа тең. Сіз оның қатынасын неге альфа деп алдыңыз онда? Жоқ, ол ұзындықтарының қатынасы ғой. БО кесіндісінің ОБ1 кесіндісіне Болды, қатынасы. түсіндім, рахмет. Альфа. Сол альфаны табу керек, бізге. Сол альфаны табу керек. Альфаның сол екі екенін дәлдеу керек қой бізге былайша айтқан кезде. Түсініп отырсыздар ғой. Өйткені екінің бірге қатынасы шығу керек қой бізде. Екі есе үлкен шығу керек. Соны енді басқаша векторлық әдіспен дәлелдеп көрейік. Енді қараңыздар, АО векторының үшбұрыштар ережесі бойынша қалай біз мына жерден көрсетсек болады? АО векторы бізде ол не болады? АБ мен АБ1-дің қосындысы. АБ мен A'dan БО-ның A10'a қосындысы, иә? 80 АБ қосу БО ғой. Иә? Мына үшбұрышқа қараймыз, иә? Енді келесі АО векторы бізде ол АБ1 қосу неше?
b1 o. Келісесіздер ғой? Мына жер түсінікті, иә? a1 қосу b1 o. Енді b1 o векторын мен 2-ге көбейтіп жіберейін. Ойбай, 2-ге көбейтпеймін. 2-ге көбейтпеймін. b1 o векторын мен нешеге көбейтемін? Альфаға көбейтіп жіберемін. Онда қандай нәрсе шығады бізде? AO векторы AB қосу BO келесі астынан альфа AO векторы альфа AB1 қосылған альфа B1O болады. Дұрыс қой мына момент. Мына жер түсінікті ғой. Енді келесі аламда мен екеуін қосып жіберейін. Екеуін қосып жіберсем қандай мына жерден екі қарама-қарсы вектор көріп тұрсыздар? Қандай екі қарама-қарсы вектор бар бір-біріне? B1 O. O B1. Қарама-қарсы векторлар BO векторы мен альфа B1O, иә? Екеуінің ұзындықтары тең ба? Ұзындықтар тең ғой, өйткені OB деген альфа OB1 ғой мына жерде. Альфа OB1, Иә, иә, иә. OB деген. OB деген альфа Иә, OB1. тең болады. Олар бізде бір түзудің бойында жатыр. Яғни коллинияр. Және ұзындықтары тең олардың мына екеуінің. Және бағыттары қарама-қарсы. Қарама-қарсы. Бағыттары қарама-қарсы болатын болса, онда ол екеуін біз қосып жіберетін болсақ, екеуі бізде нені береді? Нөлді бере салады ғой. Нөлді береді. Нөлдік векторды береді. Онда нөлдік векторды беретін болса, біз мынандай нәрсені алсақ болады. Бір қосу альфа АО тең неге тең? АБ қосу альфа АБ1. Түсінікті ғой, Нет, карандаш. АБ қосу альфа АБ1. Мына екеуінің қосындысы бізде нөлдік векторды беріп кетті. Нөлдік вектор. Жарайды, осыны алып алдық. Жақсы, АО осындай болды, иә, бізде. АБ қосу, онда біз былай жазсақ болады бұны. АО тең 1 бөлінген 1 плюс альфа АБ. АБ векторы А векторы ғой бізде. Солай белгілеп алдық қой. Қосылған альфа бөлінген 1 плюс альфа Б вектор. Мынау түсінікті, иә? Мына жер. Мынадан алынды. Енді келесі біз қайсысын алып көрейік? Келесі А1 векторы мен АО векторы бізде коллинияр ғой. Мына екеуі коллинияр ма? АО векторы мен А1 векторы, иә? Екеуі бір түзудің бойында жатыр, параллель болады, иә? Осыдан не шығады? Осыдан қандай да бір К деген сан табылады, не болатындай? А1 векторы К көбейтіп АО векторы болатындай. Мына жер түсінікті ма? Ары қарай не істесек болады деп ойлайсыздар? Микрофонды қосып кішкене белсендірек қатысып отырсаңыздар. Микрофонды қоса берсеңіздер болады. Белсендірек қатысып отырсаңыздар, сол кезде бәрімізге де қызықты болатын сияқты. Мына соңғы теңдеуден АОны тауып, кейін анау жоғарыдағы теңдеуге қоямыз ба? Соңғы теңдеуден АОны тауып дейсіз ба? Иә, соңғы теңдеуден негізі АОны тауып, мына екеуін теңестіріп жіберуге болады. Бірақ А1 векторын білмейміз ғой. А1 векторын қалай? Мына екі вектор арқылы өрнектеуге болады. А және Б векторы. Черновик надо вспять сделать. Қалай ойлайсыздар? А1 векторын қалай мына А вектор мен Б вектор арқылы өрнектеуге болады? Медиана векторы қалай өрнектелуші еді бізде? Жарайды. А1 векторы бізде ол былай болады, иә? АБ қосу Б1. Енді А1 векторын екінші жағынан біз қалай жазсақ болады? Ол АС қосу С1. Дұрыс қой, иә? Осы жерден біз екеуін қосып жіберетін болсақ, 2А1 АБ қосу асы деген шығады. Онда А1 векторы бізде ол 2-ден 1 АБ қосу 2-ден 1 асы болады екен. Яғни сіздер мынандай нәрсе көретін болсаңыздар, егер былай тұрады, иә, мына екі вектордың қосындысының жартысы мына медиана векторын береді екен бізде. Оны біз қазір ғана дәлелдедік мына жерде. Онда сәйкесінше А1 деген не болады мына жерден? АОны өрнекте салайық, жарайды. АО деген бізде болады 1 бөлу К А1, иә? Онда 1 бөлу 2К АБ. АБ деген бізде ол А векторы.
қосылған не болады? 2-ден 1 асы. 2-ден 1 асы. Асы векторы деген ол қандай векторға тең бізде? 2b Асы вектор, 2b вектор. вектор. Аха, 2-ден 1-ге 2b-ны көбейтіп жіберсек, біз b вектор шығады. Енді мына екеуін теңестіре салсақ болады. Екеуін теңестіре саламыз. АО неше шықты бізде жаңа? Мына нәрсе шықты, мына жер. АО деген осындай шықты. Мына жерде АО деген бізде 1/2k А векторы қосу Б вектор шықты. Енді екеуін аламыз да теңестіріп жібере саламыз. Мен мына жерді өшіре салайын, берілген. Қатты керек емес мына жерде. Онда не болады бізде? 1 бөлінген 1 плюс альфа А векторы қосылған альфа бөлінген альфа плюс 1 Б векторы тең 1 бөлінген 2k А векторы қосу Б векторы. Дұрыс қой, иә? Осы жерден альфа мен к-ны қалай тауып алсақ болады? Қалай ойлайсыздар? Осы жерден альфа мен к-ны қалай тауып алуға болады? Альфа мен к-ны қалай тапсақ болады? Қалай ойлайсыздар? Камералар 8 миллион, 9 миллион болады. Альфа мен к-ны біз былай тапсақ болады, иә? Мынаның алдындағы коэффициенттерін теңестіре салсаңыздар болады. Қараңыздар. А векторының алдындағы коэффициенттерін теңестіреміз, Б векторының алдындағы коэффициенттерін теңестіреміз. Оны яғни сол жаққа өткізсек, бізде оң жағында нөлдік вектор қалады деген сөз ғой. Нөлдік вектор бізде 0 көбейту А қосу 0 көбейту Б болу керек, сәйкесінше. Онда 1 бөлінген 1 қосу альфа, ол 1/2k-ға тең бізде. Сосын альфа бөлінген альфа плюс 1, ол 1-ге тең болады. Дұрыс қой, иә? Онда альфа плюс 1-іміз бізде неше шығады осы жерден? 2k. Осы жерден бізде альфа плюс 1-іміз альфаға тең болып шығады, иә? Альфа плюс 1-іміз альфаға тең болып шығады. Онда мынаның орнына біз альфаны қоямыз ба, не істейміз? Қалай жасаймыз мына жерде? Альфа 1-ден шыға салам екен екіншісінен. Екіншісінен альфа 1-ден шыға ма? Әлде қате болып кетті ма? Қалай дәлелдедік мына жерде? Б болды, 2-ден 1 Б, АО векторы. АО вектор. Біз бір нәрсені ұмытып кеткен сияқтымыз. Мына жерде менің ойымша К бар. 1/К. Қате жазып жібердік жаңа біз. Мынаны 1/К болады ғой. Өткен АО векторы не болды менде? 1/К А1 ғой. Мынаған көбейттім да мен 1/К-ны мынаған көбейтпей кеттім. Онда мына жерде 1/К болады екен. 1/К болатын болса, мына жерде 1/2k. Онда мынандай теңдеу шығады. 2 бөлінген 1 плюс альфа тең альфа бөлінген альфа плюс 1. Осы жерден мына альфа мен 2 бірдей болып кетті. Басқа әріп алу керек еді. Альфа тең 2 болып шығады екен. Болды, мына векторлық әдіс. Векторлық әдісті түсіндіңіздер ма? Қиындау болып кетті ма? түсіндік. Түсінікті, иә? Жақсы. Енді бұл түсінікті болса, келесі үшінші әдісті қарай берейік. Үшінші әдісіміз бізде А, Б, С үшбұрышы қайттан берілген салайын. Мұны Б1, А1. Менелай теоремасын қолданып көрейікші. Менелай теоремасын қалай қолдансақ болады? Қалай ойлайсыздар? Созындысын жүргіземіз ба? Менелай теоремасын қалай қолдансақ болады? Қай үшбұрышқа және қандай нелерге қолдансақ болады? Қай қиюшы мен қай үшбұрыштарға қолдансақ болады? Мынау ше А, Б, Б1 үшбұрышының үшбұрышына мынау А-сыны созындысы ретінде қолдансақ бола ма? Иә. Мына жерде біз А, Б, Б1 үшбұрышына сол асы созындысы деп қарастырсақ. сосын біз С1 С қиюшысына, С1 О қиюшысы дей салайық. С1 О қиюшысы, С1 О кесіндісіне, яғни былайша айтқан кезде, С1 Оға. Осыған біз Менелай теоремасын қолданамыз. Осыған біз Менелай теоремасын қолдансақ, бізде мынандай нәрсе шығады. Менелай теоремасын қолданып тұрмыз, онда бізге ненің қажеті жоқ? Мына бөлігінің бізге түкке қажеті жоқ болып тұр, иә?
мына үшбұрышқа қолданамыз, мынау қиюшыға қолданып тұрдық. Онда Менелай теоремасы бойынша бізде не болады? А С1-дің С1-Б-ға қатынасы тең БО-ның О-Б1-ге қатынасы көбейту Б1-сының С-Аға қатынасы бірге тең болып шығады, иә? Енді келесі бізде немен не тең? А1 мен С1-Б тең. Мына екеуі тең. Ал Б1-сының С-Аға қатынасы ол 1-дің 2-ге қатынасындай болады. Мынаның қатынасы 1-дің 2-ге қатынасына тең. Онда бірден автоматты түрде шығарылады екен. БО-ның О-Б1-ге қатынасы тең 2-ге. Сәйкесінше 2-ның 1-ге қатынасы екенін біз Менелай теоремасының көмегімен дәлелдедік. Бұл тағы да бір әдіс. Біз қанша әдіс көрсеттік? Бір 4 шақты әдіс көрсеттік, иә? Мынаны енді неше түрлі әдістер көрсете беруге болады? Қараңыздар, міне былай созып жүруге болады. Былай созып Б нүктесінен параллель түзу жүргізуге болады А-сыға. Сөйтіп екі тең үшбұрыш шығады, тағы да бір ұқсастықты қолданып жіберуге болады. Сосын Фалес теоремасын былай да қолдануға болады. Мынау С нүктесінен біз Б1-ге параллель түзу жүргіземіз, былай. Параллель. Фалес теоремасын солай қолданып жіберейікші. Қараңыздар. С1 нүктесінен біз Б1-ге параллель жүргіздік. С нүктесінен Б1-ге параллель жүргіздік, иә? Онда Фалес теоремасын қалай қолдануға болады мына жерде? Қалай ойлайсыздар? Мынау параллель болып тұр менде. Мынаған параллель болып тұр. Мынау К нүктесі болсын мысалға. Фалесті қалай қолдансақ болады? Анау А1-дің С1 қандай еді анау? Б1-ге Қаға Иә, қатынасы ма? дұрыс айтасыздар, иә, А1 Б1-ге Қаға қатынасы. қатынасы А-ның Б1-ге қатынасы деп алсақшы. Қазір қараңыз, А1-дің С1-Б-ға қатынасы. Иә? А1-дің С1-Б-ға қатынасы, АК-ның К1-ге қатынасы. Мына орта сызық болмай ма С1К деген мына үшбұрышта? АБ1 үшбұрышында. Иә? Орта сызық болады. Ол орта сызық болса, мына екеуі тең болып шықпай ма менде? АК мен К1. Тең ғой, иә? Келісесіздер ғой. Орта сызық, онда ол АБ1-дің ортасы ғой, К деген нүкте. Енді дәл осылай АБ1 деген 2х болып тұр, ол Б1-сыға тең болғандықтан мына жер 2х болады. Енді Фалес теоремасын біз мына үшбұрышқа мына неге қолданып жүреміз? Бұрышқа. С1 СК бұрышына. Сол кезде 2х-тің С-Б1-дің Б1-К-ға қатынасы, С-О-ның О-1-ге қатынасы тең болады. Ол 2y-тің y-ға қатынасы шығады. Тағы да бір осындай әдістермен көрсете берсе болады. Жарайды, келесі есепке көше берейік. Мына есеп мұжылып кеткен сияқты, иә? Көп біраз әдісін қарадық, енді жарайды. Кеттік, келесі 6-шы есепті қарап көрсеңіздер. 6-шы есепке қандай идея бар? Бұл жерде методикалық блок. Методикалық блокта мынандай нәрселер болады. Есептің шартында қате болады. Көп есептер бар ондай. Берілгенде қате. Шешімде ешқандай қате болмайды да, берілгенде қате болады. Бір ондай сандар табылмайды, немесе ондай үшбұрыш жоқ деген сияқты. Болмаса шығару жолында шешуінде қате болады. Мынаны табу керек, шешімін, қатені немесе жауабынан, шығару жолынан, берілгенінен немесе қай жерде екенін. Ойланып көрсеңіздер, қалай шығарсақ болады? Берілгенін сала берейік. Сызбамызды салып алайық. Бізде қандай үшбұрыш берілген? А бұрышы Б бұрышынан 2 есе үлкен. Мынаны А дей салайын, Б дей салайын. Мынау менде С болсын. Асы 4, Б-сы 6 дейді. АБ қабырғасын табыңыз дейді. Мынау бізде альфа болып тұр. Мынаны 2 альфа деп аламыз, иә? Ал қалай ойлайсыздар? Қандай қате бар мына жерде? Не себепті 2 жауап шығып тұр?
Есептің берілген нотасы көріңіздер. Мгм. Қосымша сан. Вот это. Вот уже называется. Ну, это. мына жерде ше ана косинус альфа тең 3 бөлінген 4 деген дұрыс па? Иә, ол жерде қате жоқ қой. Ол жерде қате жоқ. Қараңыз, синустар теоремасы жұмыс жасайды, иә. BC-ның, яғни 6-ның синус 2 альфаға қатынасы, 4-тің синус альфаға қатынасы. Осы жерден не шығады? 4-тің синус альфаға қатынасы 6 бөлінген 2 синус альфа косинус альфа шығады, иә. Енді синус альфаның бізде 0 емес екені түсінікті ғой. Синус альфа қай кезде бізде 0 келеді? Альфа 0 градуста. 0 мен 180 болғанда, 3 бұрыштың бұрышы болғандықтан ол жерде олай болмайды, иә. Сол себепті синус альфаға біз қысқартып жіберсек болады. Сәйкесінше онда косинус альфамыз бізде 4-тен 3 шығады екен осы жерден. Есептеп көрсеңіздер болады. Ол жерде қате жоқ. Косинус альфа 4-тен 3 шығады екен. Аха, косинус альфа 4-тен 3, онда мына жерде қате жоқ бізде. Косинус альфа 4-тен 3 шықты. Онда не істейді? ABC үшбұрышын алады да косинустар теоремасын қолданып жібереді. Косинустар теоремасын қолдансақ, косинустар теоремасын қолданып көрейік, біз AB керек қой бізге. AB-ны x деп ала салайыншы. X деп алсам, косинустар теоремасын мен қалай қолданамын? 4-тің квадраты менде, A-сының квадраты. Тең болады, x-тің квадраты қосу 6-ның квадраты. 2 көбейту 6 көбейту x косинус альфа шығады, иә? Кешіріңіз ағай, бір айтып косинус көрсем бола ма? альфаның- Аха, айта беріңіз. 4-ті қабылдамайтын сияқты менің ойымша. 4-ті ма? Егер, иә, Аха. 4-ті қабылдайтын болса, ол тең берілу үшбұрыш болып қалады ғой. Сонда ана 2 бұрышы альфа болып қалады да, 2 бұрышы. Сонда 4 альфа Аха. менде 180 градусқа тең болса, онда альфа тең 45 градус болады. Бізде Керемет. тік бұрышты Керемет. үшбұрыш болып қалады, тік бұрыштың ережесін қабылдамай тұр сондықтан. Иә, өте керемет. Егер сіз олимпиадада солай шығасаңыз, сіз толық балл алатын едіңіз. 10 баллық есеп, өте керемет. Міне, Дінмұхамед ағайдың айтқанын түсіндіңіздер ма? Я. Иә. Түсініп Түсініп ойлаймын, отырмыз. иә. Мына жерден қараңыздар, x-тің 2 мәні шығады, x тең 4 шығады, x немесе 5 деген шығады, иә. Енді сәйкесінше x-ті 4 болсыншы деп алайық. Мынау x-іміз бізде 4 болсын. Онда бізде тең берілу үшбұрыш шығатын еді. Мына жерде альфа болады онда. Иә, 4, A-сы мен AB тең болады. Альфа болады. Онда бізде не шығады? 4 альфа 180 шығатын еді да. 2 альфамыз неше шығады? 90 шығады. Онда мынау тік бұрышты үшбұрыш болып кететін еді. Бұрыш А бізде 90 градус болады. Ал тік бұрышты үшбұрыш үшін Пифагор теоремасы жұмыс жасайды. 4-тің квадратына 4-тің квадратын қоссақ, бізде 6-ның квадраты шықпай қалады. Дұрыс па? Иә. Онда жауап бізде 4 бола алмайды, 5 болады. Мүмкін 5 те бола алмайтын шығар. Қалай ойлайсыздар? Не себепті 5 болады? 5 болатын түсінікті, өткен мына жерде үшбұрыш бір мәнді анықталады ғой, иә? Альфамыз, косинус альфамыз бізде 4-тен 3 шықса, альфа қандай да бір бұрышқа тең. Онда 2 альфада бір бұрыш шығады қандай да бір, иә? Онда с бұрышын қарайтын болсақ, 180-нен сол 3 альфаны алып тастаймыз. 2 қабырғасы және ортасындағы бұрыш бойынша 3 бұрыш бір мәнді анықталады, иә? Онда сәйкесінше AB тең 5 болады. Осылай жазу керек, қате осы жерде екен. Қате осы жерде. Косинустар теоремасын қолданып жедік, ол бізге тағы да бір бөгде түбірді берді ғой, былайша айтқан кезде, иә? Алгебралық тілмен. Бөгде түбірді берді. Онда жауап AB 5 болады екен. Мына есеп енді түсінікті деп ойлаймын, иә? Есептің шығару жолында қате бар екен. Қатесін осылай көрсетсеңіздер егер, бұл толық балл алатын едіңіздер. Келесі есепке көше берейік. Келесі есебіміз бізде жақсы, мына ойындарды сәл кішкене артқа қалдырайық. Мына бірінші есеп мынандай болды. Бұл бірінші есепте енді сыйлыққа берілген есеп десек болады. Сыйлыққа. Енді қалай ойлайсыздар? Бірінші есепті қалай шығарамыз? Бірінші есепті.
оқып көріңіздер берілген. Бұл 5-ші сыныптың есебі негізі. Мгм. Жүйе құрастырсақ, Жүйе құрастырсақ дейсіз ба? Аха, қандай жүйе құрастырайық? S тең 90 көбейту T минус 1 десек. Қандай тең? S тең арақашықтық. S. S тең 90 көбейтілген T минус 1. Аха. Екіншісінде S тең 60 көбейту T плюс 1. 60 көбейту Т плюс 1. Аха. Енді екеуін алып Осы теңестіресіз. Иә, сонда уақыт тауып, сонымен ары қарай болатын сияқты идея. Дұрыс айтасыз, аха, керемет. Иә, дұрыс. 90-ты азайту 90 тең 60-ты қосу 60, иә, осы жерден 30-тымыз 150 шығады да. Т тең 5 шығады. Т тең 5 шықса, онда не болады? Арақашықтық таба салуға болады, иә? Арақашықтық бізде 90 көбейту 4. Ол 360 болады екен. 360 километр, иә? 360 километр, онда не істейміз? 360-ты алып біз нешеге бөлу керекпіз? 5-ке бөлу керекпіз, иә? В-ны тауып алу үшін. Сонда қанша шығады? 360-ты 5-ке бөлсек 72. 72 километр. Ал жарайды, сіздерге мынандай бір методикалық сұрақ қояйын. Бұны енді біз теңдеу білетін балаға түсіндіре аламыз, иә? Негізі қазір білесіздер, қазіргі балалар өте мықты. Қазір мықты мектептерге түсу үшін де конкуренция өте жоғары. Бастауыштың балалары әртүрлі центрлерге барады, иә, жан жаққа барады. Анаған барады, мынаған барады, дайындалады, қатты дайындалады. Мынаны негізі қозғалыстың есебі 3-ші, 4-ші сыныптардың жақсы балалары шығарады негізі. Мектеп программасында да бар бастауышта. 4-ші сыныптың баласына осы есепті қалай түсіндіруге болады? Қалай ойлайсыздар? Теңдеу білмейтін балаға. Жолды бірге теңдеп алуға болмай ма? Жолды бірге теңдеп? Бір бөлік қой енді, бір бүтін. Бір бөлік деп па? Мүмкін Бір айтып бөлу көріңіз, аға, 90, сосын. 90-дан бір азайту бір тең болады, 60-тан бір қосу бір деп шығаруға Олар болмай ма екен? бастауыш сыныптың баласы бөлшек білмейді. Бөлшек білмейді екен ғой бұлар. Бөліктерді біледі, аха. Бөліктерді біледі, бөлшек білмейді деп ойлайық. Аха. Қалай ойлайсыздар? Негізі мәтін есептер логиканы өте қатты дамытады. Мәтін есепті егер біз теңдеумен құрып жіберетін болсақ, теңдеу құрып, бұл қатты балалар жаттанды, теңдеуін құрып біледі. Бірақ ол не себепті азайтады, қосады, не себепті олай алды, кішкене логиканы қатты дамытпайды. Кішкентай балаларға сол себепті сәл басқаша түсіндіру керек та, теңдеу білмейтін оқушыларға. Мынаны қалай түсіндірсек болады? Бір идея айтып көрейін. Аха. Жылдамдықтардың айырмашылығы 30 км сағат қой. Иә. Сонымен шығарса, иә, жылдамдықтардың айырмасы Уақыттардың мен айырмашылығы 2 уақыттың сағат. айырмасы. Қазір айта берсін Мұхаммед ағай. Жылдамдықтардың айырмасы 30 км. Жылдамдықтардың айырмасы 30, уақыттың айырмасы 2 сағат десек. Иә. Аха, керемет. Өте керемет басталып жатыр. Жылдамдықтарының айырмасы 30 км сағат. Ол не деген сөз? Яғни ол 90 км-мен жүретін болса, 60 км-ге жүргенге қарағанда 1 сағатта 30 км-ге артық жүріп отырады. 2 сағатта 60 км артық жүреді, 3 сағатта 90 км артық жүреді, иә? Жылдамдықтарының айырмасын тауып алайық. Қалайсың, Арай? 30 км сағат. Қалай жыдай? Келесі уақыттарының айырмасын қарайық, иә? 90 км сағатпен жүрсе, ол 1 сағат ерте келеді, ана жерде 1 сағат кеш келеді, айырмашылығы 2 сағат. Уақыт айырмашылығы 2 сағат бізде, иә? Аха, уақыт айырмашылығы 2 сағат шықты. Жылдамдықтарының айырмашылығы 30 км сағат екен. Сосын не істесек болады? Сосын не істесек болады? Сосын былай алсақ болмай ма? Қарап көріңіздер. Міне, 30 км сағатпен бізде мына жақта уақыттың айырмашылығы 2 сағат болды. Соңғы 2 сағатта ол қанша жол жүреді? 60 км сағат. 2 адамды шығарайықшы. 2 адамды шығарайық. Бірінші адамның жылдамдығы 90 км сағат болсын. Иә?
екінші адамдікі бізде мысалға 60 километр сағат болсын. Екінші адам сол S-ті жүрген кезде мысалға, S-ті жүрген кезде, иә, S-ті жүрген кезде бірінші адам қанша жүреді бізде? Екінші адам S километр жүрген кезде бірінші адам қанша жүреді екен? 60 километр сағат, иә? 60 километр сағатты біз мына жерде 2 сағаттық жол бар мына жерде. 2 сағаттық жол бар деп қояйық. 2 сағат артығырақ жүріп тұр ғой мынау. 2 сағат артығырақ жүріп тұр. Ал 2 сағат артық жүрмесе, ол қанша жүретін еді бізде? 120 километр ма? 120-ны аламыз да біз 30-ға бөле саламыз, 4 сағат шығады. Біз қараңыздар, 90 километр сағат жылдамдықпен жүретін адамның қанша уақыт жүргенін таба аламыз. Біз былай тапсақ болады. 60 километр жүретін адам бар ғой, 60 километр жылдамдықпен жүретін адам. Ол да 90 километр жүрген адамның уақытында жүрсінші сондай. Ол соңғы 2 сағатта қанша жол жүреді ол? Соңғы 2 сағатта. 60 километрмен жүретін адам соңғы 2 сағатта қанша жол жүреді? 120 километр жүреді ғой. Келісесіздер ғой, иә? 120 километр жүреді. Ал 120 километрді ол бірінші адам, ол 2 сағатқа аз уақытта ол жүріп тастап тұр ғой. Сонша километрге артық жүріп тұр ғой. Түсініп отырсыздар ма? 90 километрмен жүретін адам 1 сағатта 30 километрге артық жүреді ғой. Онда ол, бірақ барлық уақытта ол, егер екеуі де бірдей уақыт жүретін болса, ол 120 километр артық жүріп тұр ғой. 120-ны қаншаға бөлеміз оны? 120-ны 30-ға бөле саласыздар ғой, 4 сағат шығады. 4 сағат кімнің уақыты шығады осы жерден? 4 сағат бізде 90 километр сағатпен жүретін адамның жылдамдығының уақыты шығады. Соның жылдамдығы. 90 километр сағат. Соның уақыты. 90-ды 4-ке көбейте саламыз, бізде 360 шығады. Осылай S-ті тауып алуға болады. Кіші сыныптардың. Енді 4-ші сыныптың баласына осылай түсіндіруге болатын сияқты, теңдеусіз. Теңдеусіз осылай көрсетуге болады. Мейлі, жарайды. Бұны тағы да басқа әдістер бар. Бұны ұқсастықты кәдімгі осындай есептерді, мәселе есептерді ұқсастықпен шығаратын, геометрияның көмегімен шығаратын да тағы да бір неше түрлі әдістер бар. Аслан ағай, 1 минут айтып жіберсем. 90 мен 60-ның ең кіші ортақ еселігі 360 қой. Иә. Яғни олар әр 360 километр сайын кездесіп отырады десек. 360 километр сайын кездесіп отырады, аха. Точкасы. Яғни ол 360 болса, 4 сағат, 6 сағат деп уақытын таба салуға бола ма? Бірден солай қабылдай ма екен олимпиадада осылай? Бірден мүмкін. Иә, олай да айтуға болатын шығар. Аха, бізде бүтін мәндер шығып тұр мына жерде, иә. Ол да бір әдіс сияқты. Жарайды, онда келесі есепті көрейік. Келесі есебіміз бізде мынандай. Теңдеуді нақты сандар жиынында шешіңіз дейді. Мынаны шешіп көрсеңіздер, шығарып көріңіздер мына есепті. Кішкене уақыт бере тұрайын, иә. Бірден айта салуға. Кішкене ойланып көрейік, сол кезде қызығырақ болады бәрімізге. Шығып атса микрофон қосып айта берсеңіздер болады. Болмаса чатқа шешімдеріңізді жібере салсаңыздар болады, түсіріп. Не делать? Кімде шықты? Мен ерте айтып қойған сияқтымын, не? Бір идея болса, идеяларыңызды айта берсеңіздер. Аха. Кішкене уақыт береді. Менде идея бар сияқты.
иә идея бар сияқты. Аха. Бәрін x-ке бөліп тастасақ, бәрін x-ке. Аха, дұрыс айтасыз. X-қа бөліп тастайық бәрін. Бірінші X-қа бөлу үшін X-тің 0 емес екеніне көз жеткізбау керек, иә? X тең емес 0 екені түсінікті. Не себепті? Себебі X-ның орнына 0-ды қоятын болсақ, егер X 0 болатын болса, не болады бізде? 15 бөлу 15 болады сол жағы. Оң бір жағы 0 жағы болып 1, қалады. бір жағы 0 болып кетеді. Аха, ол яғни 0-ге X 0 емес екені түсінікті. Түсінікті деп қойыпты мына жерге. Түсінікті. Онда біз X-қа ойланбай бөле беруге болады. Демек, X-қа ойланбай бөле берсек болады. Бізде мынандай нәрсе шығады, X-қа бөліп жіберсек. X минус 10 қосылған 15 бөлу X. Астында X минус 6 қосылған 15 бөлу X. Мына жақта 4. X минус 12 қосылған 15 бөлу X. Ары қарай не істейміз? Жаңа айнымалы енгізсек болады. Жаңа айнымал енгіземіз. Иә, жаңа айнымал енгіземіз. X қосу 15 бөлу X-ті осы жерден Т деп ала салайық. Осы жерден X қосу 15 бөлу X-ті деп алсақ, Т минус 10, Т минус 6, 4 бөлінген Т минус 12 деген шығады екен, е? Осы жерден бұл теңдеу пара-пар болады. Қандай теңдеуге? Т минус 12 көбейту Т минус 6 тең 4 көбейтілген Т минус... Ойбай, Т минус 12 көбейту Т минус 10, е? 4 көбейтілген Т пропорциялы. минус 6. Енді ашайық, қанша болады екен? Т квадрат минус 22 Т қосылған 20 минус 4 Т қосылған 24 тең 0 болады екен, е? Т квадрат минус 26 Т қосылған 144 тең 0. Ал енді мынаның түбірлерін бір бетпен таба аламыз ба? Табылмай ма екен? Табылмайтын сияқты, е? Табыла ма? 144 деген бізде ол неше? 12-нің квадраты. Қандай екі санның көбейтіндісі бізде 12-нің квадраты болады, е? 2 көбейту 26 жұптық пайдалануға болады ғой 13 деп. 13-нің квадраты 160-дан ала қойшы 44-ті. Ой, Онда ол жетпіс сөйте шығады. салайық. Дұрыс айтасыз, аха. Сөйте Сөйтіп салайық. жіберуге болады. Толық квадрат бөле салайық, иә? Иә, сөйтіп қана істеуге болады. 2 көбейту 13-ті қосылған 13-тің квадраты. Сосын мен 13-тің квадратын қайттан алып тастаймын. Онда Т минус 13-тің квадраты тең болады 169. Мына 25 болады, иә, мына жер? Қателеспесем. 25 бола ма? Иә, 5 25. квадрат, иә? Аха. Онда осы жерден Т минус 13 5 болады. Т минус 13 тең минус 5 болады екен. Онда Т тең 18. Екіншісі Т тең 8 болады. Аха. Т тең 18, Т тең 8 болады екен. Енді осыларды қайттан орнына қойсақ апарып, бізде екі түрлі шығады. X қосу 15 бөлу X-іміз бізде 18. Немесе X қосу 15 бөлу X-іміз бізде 8. X квадрат минус 18X қосу 15 тең 0. Мына жерден X квадрат минус 8X қосу 15 тең 0. Мынаның түбірлері бірден дайын сияқты, е? 5 пен 3. 5 пен 3. 5 пен 3, аха. 5 пен 3. Ал мынаның түбірлері. Ол 18 плюс минус 254 бөлінген 2. қазір 81, мына жерде қанша шығады екен? 66 ма? 66, иә? 4 көбейту 66. Онда X-іміз бұл жерде бізде тең болады 18 плюс минус 2 түбір 66 бөлінген 2. Мына жерде қате жоқ па? Дұрыс таптым, е? Жоқ, қате жоқ. Дұрыс сияқты. 18 плюс минус 9, 9 плюс минус түбір 66 шығады екен. Енді мына есепті құрған кезде Олимпиадада мынандай мәселе болды. Мына есепті көбісі 4 дәрежелі теңдеуге келтіріп шығарыпты. Иә, ол енді X-дің 4 дәрежесі қосылған AX куб қосылған BX қосу BX квадрат CX қосу D тең 0 деп. Сөйтіп алғанда біз білеміз ғой, мына бос мүшенің бөлгіштері бүтін. Егер мынаның бүтін бөлгіші болатын болса, ол бос мүшенің бөлгіші болатын. Сондай теорема бар бізде. Иә. Түбірі бос. Рационалдық түбірлер жайлы теорема деген. Сөйткенде мына D-ның Екі бүтін жауап тапқан екен ғой. Аха, D-ның бөлгіштерін іздеген. Сосын олай енді D-ның бөлгіштері енді түсінікті мына жерден. Шығады ғой бізде 3 пен 5.
3 пен 5 шығады да 3 пен 5 ол табылып кетеді бірден, иә? 3 пен 5 табылады. X минус 3 көбейту X минус 5-ке бөліп тастайды сосын мынаны. Теңдеуді 4 дәрежелі. Сол кезде квадраттық шығады да, квадраттық теңдеуді мынау неге бөліп түбірін таба саламыз былай. Сол кезде иррационал сан шығыпты бізде, иә? 9 плюс минус түбірі 6. Ал есепті егер біз 4 түбірі де иррационал болатындай қылып істейтін болсақ, мына әдіс әрине не істейді? Жұмыс жасамай қалатын әдіс. Төртеуін иррационал болатындай. Подбормен оны ешқашан таба алмаймыз біз. Мынандай сандар шықса, мынаны біз ешқашан таба алмаймыз ғой. 9 плюс минус түбір 66. Все, закончила. Бүтін болып тұр, оны Бар ма? Мына жақта минус 10х дегенді минус 8х плюс 2х, минус 6х дегенді минус 8х плюс 2х, потом 4х тұра берсін, минус 12х-ті, минус 8х и минус 4х деп, х квадрат минус 8х плюс 15-ті бір b саны деп алсаңыз, оңай параметрі теңдеу шыға салады да, b1 тең 0, b тең 10х болады, и сіздің айтқан мынау теңдеуіңіз бірден шыға салады. Үлкен андай не болмайды, шығарылу жолы керек емес болады бұл жерде. Мына әдіс түсінікті, иә? Онда сіздің әдісіңізді жасап көрейікші. Маған да ұнап тұр, қазір кетіп көрейік. Бірге бәріміз қарап көрейік. Мынаны қалай алдыңыз? Х квадрат минус 8х плюс 15 минус 2х деп алдық. Мынаны былай алдық, иә? Сосын х квадрат минус 8х плюс 15 плюс 2х, иә? Тең, мына 4х қала бере ма? Иә, қала береді. Қала береді. Мынаны х квадрат минус 8х плюс 15 минус 4х деп па? Аха, енді қайсыны а деп алдыңыз? Мынаны а деп алдыңыз, иә? Минус 8х плюс 15-ті, иә. Мынаны а деп алдыңыз. Мынауды а. Онда не шығады бізде? А минус 2х, а плюс 2х тең 4х бөлінген а минус 4х. Дұрыс қой, иә? Иә. Аха. Потом пропорцияға салсақ. Осы жерде не істейік? Пропорцияға салып жіберсек. Пропорцияға салып жіберейік. Аха. А квадрат минус 6х а, иә? Қосылған 8х квадрат. Тең 4х а қосылған 8х квадрат. 8х квадраттар енді кетсін, жарайды. Сол кезде а квадрат тең неше шығады? 10х а. 10х а болады екен. Аха. А бір тең 0. Шығарып жіберсек? Осы жерден а тең 0 немесе а тең 10х деген шығады екен, иә? А тең 0 болса, х квадрат минус 8х плюс 15 тең 0. Жаңағы екі түбірімізді бірден алады екенбіз, ана жерде. Тең 0, екіншісі қандай шығады? Жаңағы екіншісі де шығады екен. Х квадрат неше болады? Минус 18х тең 0. Иә, керемет. Керемет мына әдісте. Жақсы, тағы бір әдіс біліп алдық. Керемет. Түсініңіздер деген ойдамын, иә? Мынаны. Аха. Мынаны енді былайша айтқан кезде симметриялы замена ғой мынау, былайша айтқанда. Өйткені мына минус 2х плюс 2х болып тұр ғой. Мына ортасында тұр да, х квадрат минус 8х плюс 15 деген. Мына екеуінің арифметикалық ортасы ғой. Мына екеуінің алымы мен бөлімінің арифметикалық ортасы. Иә? Өйткені екеуін қосып 2-ге бөліп жіберсеңіздер, осы нәрсе шығады. Х квадрат минус 8х плюс 15. Жақсы, керемет. Енді келесі есебімізге көшейік. Чатты ашып қояйын, чатта тағы бір. Аха. Келесі есепті көрейік. Үшінші. Енді мына есепті ойланып көріңіздер. Қарап, бұл есепке де кішкене уақыт бере тұрайын. Берілген жазып қояйын. 10-да 10 торкөзді тақтайша бар дейді. Еу кетті, төртеу, бесеу, алтау, сегіз, тоғыз, үшеу. Есептің шарты бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Яғни осы 10-да 10 бізде нені? Тақтайшаны дейді, торкөзді.
тек осындайлар түріндегі фигураға бөліп шығуға бола ма дейді. Мындай фигуралардың саны 25 болады ғой, иә? Иә, ондай фигуралардың саны 25, аха. Мысалы, мына жерін алып бөлем, былай бөлем. Мынаны алып былай бөлсем болады. Иә? Т сияқты ма, Т түрінде десек болады ғой. Келесісін аламын да мен қалай бөліп жүрсем болады мысалға. Мысалға, былай деген сияқты. Иә? Астына аламын да, мысалға былай. Былай. Осылай бөліп шығуға бола ма дейді. Былай. Сосын. Оны сіз бояп бөле берсеңізші, біз айтып тұрамыз сосын. Сол Т түрінде ше. Аха. Бояп бөле берсеңіз дейсіз ба? Иә, біз енді бояп үлгеремін біраз уақыт болатын сияқты. Аха, дәптерге шығарып ойланып көріңіздер кішкене. Бірден жауабын айта салса просто қызық емес болып қалады да. Кішкене шығарып көрсеңіздер, мүмкін бөлініп қалар, мүмкін бөлінбейді. Негізі болатын сияқты ма? Өйткені бұруға болады деп тұр ғой фигураны, иә? Иә, бұруға болады. Қалай алмасаңыз да өзіңіз білесіз. Былай қойып қоясыз ба, төңкеріп қойып қоясыз ба, былай кесіп аласыз ба, өзіңіз білесіз. Бір минут. Мына ситуацияда қызыл мен сары тұр ғой, сол жақта уже сала алмай қалатын болып тұрмыз ғой, бір клетка. Артық болып қалайын деп тұр. Бір клетка ана жерде артық болып қалайын деп тұр ма? Үш клетка Иә, жоғары жақтан артық болып қалайын деп тұр. мынауымыз біздің дұрыс емес. Аха. Ойбай. Бұлай керек емес сияқты істеудің, иә? Басқаша алып көрейік онда. Онда қалай алып көрсек болатын сияқты. Біз былай алып көрсек не болады екен? Мен бір ұсыныс айтып көрсем. Аха. 4-ке салуға болады екен, 4-ке. 4-ке болады дейсіз, иә? Яғни 4-ке болса, 8-ге болады. Аха. 10-ға болмайтын сияқты менің ойымша. Соны ары қарай ойланып көрсем қазір. 4-ке, аха, керемет. 4-ке болады негізі, иә? 4-ке болады. 4 толтырып көрейік қазір. Мынау енді біркелкі болмай қалып, мен жарайды. 4-ті біз қалай толтырамыз? 4-ті былай көрейік, иә? Мынау. Сосын келесі қандай? Келесі мынау. Шығады екен 4, аха. Келесі былай, иә? Келесі былай. 4-те 4 болады. 4-те 4 болса, ол да түсінікті. Егер қабырғалар шашының 4-тен түрінде болатын болса, 4-ке бөлінетін болса, онда бізде ешқандай мәселе туындамайды екен. Бірден аламыз да өстіп бөліп тастай саламыз қалағанымызша. Жақсы. Ал бізде 4-ке бөлінбей тұр. Онда 10 болып тұр. Онда 10 болса, бұны бөле аламыз ба деген сұрақ. Бөлінбейді ағай. 4-ке 4, 8-ге 8, 12 болса бөлінеді. Аха. Сол бөлінбейтін дәлелдеу керек та толық. Бөлінбейтін дәлелдеу керек. Бір әдіс тәсіл керек. Ойбай, кетіп қалды. Ал, жарайды. Бастай берейік. Есепті былай істейік. Мынаны бояу деген бізде тақырып бар олимпиадалық математикада.
мынаны шахмат түрінде бояйық. Осы кестені. Шахмат түрінде бояйық. Онда мынандай нәрсе. Мен қараның орнына қызылды қолдана берейін, иә? Қара болса көрінбей қалатын сияқты. Мынау қызыл, былай бояп шығайық. Шахмат түрінде. Дұрыс кетіп қалды ма? Қате кетті ме ана жерде? 3. Ортасында біреу кетіп қалған сияқты, иә? Мен мынаны өшіріп тастаппын ғой. Мына жерде тағы біреу болу керек екен. Тағы біреу болу керек. 10-да 10 болып тұр ма? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Иә, 10-да 10 шығып тұр екен, иә? Енді бояй берейік. Анау қызылмен боялған үшеуі бар ғой. Аха. Сол боялмаған біреу, төртеу не құрамай ма? Жаңағы 4 бұрыштың. Иә. Ана, мысалы 103-ке бөлінбейді ғой мына жерде. 103-ке бөлінбейтін болғаннан кейін болмайды екен ғой шынымен. Иә, сондай болып тұр ғой. Анау боялған үшеуі мен боялмаған біреуі жаңағы фигураны құрап тұр ғой. Боялған үшеуі мен боялмаған біреуі дейсіз ба? Иә. Дұрыс айтасыз. Мынандай жағдай болып қалуы мүмкін бізде. Егер былай алатын болсақ, қазір былай қиып алатын болсақ, не болады? Былай қиып алатын болсақ, 3 ақ, 1 қара деп. Қара, жарайды. Қара, қызыл, қара разница жоқ. Қара деп келісіп алсақ. Енді келесі, немесе қалай болуы мүмкін? Немесе бізде былай жабылуы мүмкін. Былай жабылуы мүмкін. Былай жабылатын болсақ, бізде неше болады ол? 3 қара 1 ақ болады ғой. 3 қара 1 ақ болады. Яғни, біз осындай түрдегі фигураларда 3 ақ болуы мүмкін, немесе 1 ғана ақ болуы мүмкін. Түсінікті, иә? 3 ақ болуы мүмкін, немесе 1 ғана ақ болуы мүмкін. Енді басқа жағдай болмайды. Себебі мынаны мен бояйтын болсам, мына жерін боялады менде. Мына жерлер боялады. Егер мына үсті боялмай қалатын болса, тек мынау ғана боялып тұрады. Екі ақ қана. Енді 100-ді алып біз 4-ке бөлейікші. Осындай қанша? Мынаны тақтайша деп алайықшы осындайларды, иә, түрін. Фигура дейік па? Мынандай 25 фигураға бөлінеді бізде, иә? Дұрыс қой. Иә, 25 фигура шығады. 25 фигураға бөлінеді. Енді келесі мәселе мынау қараңыздар. 25 фигура, ал бізде 100 болғандықтан оның 50-і боялады. 50-і боялған. Ал 50 боялмаған. Дұрыс қой, яғни 50 ақ, 50 қара. 50 ақ, 50 қара. Енді қарайық. 25 фигура тұр. Әр фигурада қарадан қаншау болады? Қараның саны қандай? Әр фигурада қараның саны. 3. Әр фигурада қара не біреу, не үшеу. Не біреу, не үшеу. Не біреу, не үшеу. Не біреу, не үшеу болатын болса, оны біз не істеп алайық? Оны біз болмаса былай ала салайықшы. Мынандай түрдегі фигура бар ғой. 25-ті 3-ке бөлсеңіз, ба? Мынандай түрдегі фигурадан x штук деп алайықшы. X тал бар. Иә? Ал мынандай түрдегі фигурадан. Мынау былай болады, иә? Келесі қандай түрдегі фигура болады? Екіншісі. Екіншісі бізде Ортасы ғана қара. Ортасы ғана боялады екен, иә? Мынандай болады ғой. Мынандай ғана болады. Бұдан енді 25 минус x болмай ма? Өткені барлығы 25 қой осындай. Егер бөлініп шығатын болса, дәл осындай 25 болу керек қой, қосындысы. Мынадан x тал болатын болса, мынадан 25 минус x болады. Енді мына x-тағы қара клеткалардың санын тауып шығайықшы, ол қанша? 75 бола ма? Осы x-тағы, мына үстіндегі түрдегі фигуралардың, иә, қанша 3x бола ма? 3x қара шықпай ма?
әрқайсысында өткен 3 қара тордан бар ғой. Бізде 2 штук бар. Ал астындағы да біреу ақ. Ода онда не болады? 25 минус x қара бар. Дұрыс қой, иә? Енді екеуін аламыз да қосып жібере салайық. 3x-қа 25 минус x-ті қоссақ, бізде 50 шығу керек қой. Дұрыс па? Барлығы 50 қара бар ғой бізде. Ал онда 2x қосу 25-іміз бізде 50 шығады екен да. X-іміз 12 жарым болып қалады. X 12 жарым. Яғни мынандай фигурадан бізге 12 жарым фигура керек деген сөз. Ондай бола алмайды. Ол фигураның саны бүтін шығу керек, иә, бізде. Яғни олай болуы мүмкін емес. Немесе оны былай да айтып кетсеңіздер болады, қараңыздар. Бізде мына қара тор көзінің саны әр фигура алып отыратын 3 немесе 1, иә, ол тақ қой. Бізде барлығы 25 фигура бар. Тақ санды егер мен тағы рет қосатын болсам, не шығады? Тақ сандарды тағы рет қоссам, Тақ сан шығады. тақ сандарды тағы рет қоссам, менде тақ сан шығады. Ал тақ сан 50-ге тең емес жұп санға. Бізге 50 қара шығу керек қой. Сол себепті мүмкін емес. Осындай бояулар бар. Бояудың түрі бар. Мынандай бояулар бар. Зебра түрінде бояйтын бар. Сосын окошка дегендер бар. Әртүрлі. Бояудың өте түрі көп олимпиадалық математикада. Мынау енді ең қарапайым бояулардың бірі шахмат бояу деп атайды. Шахмат бояуына берілген есеп екен, мына есеп осындай. Искусственный есеп жасанды. Түсінікті деп ойлап отырмын, иә? Иә. Аха, мына есеп түсінікті деп ойлап отырмын. Онда келесі есептерімізге көше берейік. Қазір бізде ойын есебі қалып қапты. Ойынды көрейік. Мынаны өшіре берейін онда. Мына есепті қарап көріңіздер. Бұл есеп енді методический блоктағы ең қиын есептің бірі. Қатесін тауып көріңіздер. Қатесі дұрыс стратегия қолданып. Қайсында стратегия бар? Жауабы дұрыс па? Қатесі қай жерде екен? Есептің шартында қате бар шығар мүмкін. Ойланып көріңіздер, бір 5-10 минут бере тұрайын. Мына жерде Билл бір монетадан тастап отырады ғой. Сол кезде Джон Салама монетасы. 3 алтыннан тастау керек болады. 24-ші ходқа келген кезде ода Билл 24 алтын, Джон 72 алтын жұмсаған болады. Келесінде уже анау тағы бір тастаған кезде Билл анада уже 2 ғана қалады. Сөйтіп Биллдің жеңетін мүмкіндігі бар. Я, кім түсінді айтқан нәрсені? Түсіндіңіздер ме? Дархан ағай құртты ғой бәрін. Барлығы есеп егер мынандай болған кезде екеуінде де 74 монета емес, мысалға не болса, екеуінде де мысалға 200 монетадан болса, 300 монетадан болса, ешқандай проблема болмайтын еді. Мынау стратегия жұмыс жасайтын еді біздегі. 4-ке толықтыру стратегиясы. 4-ке толықтыру стратегиясы жұмыс жасайтын еді, иә? Егер Билл біреу тастаса, Джон 3 тастайды. Билл 2 тастаса, Джон да 2 тастайды. Билл 3 тастаса, Джон 1 тастайды. Онда, яғни әрқашан 4-ші монетаны Джон тастап тұр, 8-шіні Джон тастап тұр,
12-шіні Джон тастап тұр, ары қарай бұл 100-шіні Джон тастай алатын еді, иә, Джонның монетасы жететін еді. Өйткені мына жерде ол қанша қадам болатын еді бізде? Бізде барлығы 25 қадам болатын еді. Қанша қадам болатын еді? 25 қадам болатын еді ғой, иә, 104-ке бөлетін болсақ. Әрқайсысы 25-25 қадамнан жасайды. Онда 25-ті 3-ке көбейтіп жібереміз. 75 монета ол жететін еді бізде. Ал егер былай болатын болса, Билл әрқашан бір монетадан тастап отырсыншы. Билл әрқашан бір монетадан тастап отырсын. Онда Джон 3 монета тастауға тура келеді ғой, иә? Билл бірден тастай берсін. 1, Джон 3. Билл тағы біреу тастайды. Джон 3 тастасын. Өстіп кете береді да, біз 24-ші қадамды қарайықшы, иә? Джон 3. 24 қадам кетті деп қояйық. Мына бірінші қадам, екінші, үшінші, 24-ші қадам кетті. 24 қадамды Джон бізде қанша монета құрып тастады? Джон 72 монета құртты ғой. Джон 72 монета құртты, иә? Джон 72 монета құртатын болса, келесінде Билл тағы біреу тастай салады. Не болады онда? Джон 2-ақ қана монета тастай алады ғой. Оның 2-ақ қана монетасы қалды ғой. Түсініп отырсыздар ғой, иә? 2-ақ қана монетасы қалды. 2-ақ қана монета тастай алады. Онда бір монета жетпей қалып тұр ғой Джонға. Джон жеңіліп қалады мына жерде. Билл алады да, қайттан біреу тастай салады да, 100-ші монетаны Билл тастайды. Мына бәрін қосып көрсеңіздер болады, 100 шығады бізде. Осыдан шығады, Билл жеңіске жетеді. Билл жеңіске жетеді. Онда мына стратегия жұмыс жасамай қалды. Есептің қатесін таптық. Жақсы. Енді стратегия құрып беру керек біз екеуінің біреуіне. Джон жеңе ма? Мүмкін Билл жеңіп кетеді. Егер Джон былай ойнайтын болса, Билл жеңеді, бірақ Джон әрқашан былай ойнамайды ғой ол. Джон ұту үшін ойнайды, иә? Сол себепті стратегия тауып беру керекпіз. Егер Билл 3-ке толықтырса, егер Билл қалай болады екен? Билл 3-ке толықтырса дейсіз ба? 3-ке толықтыру дейсіз ба? Иә. 3-ке толықтырып отыра алмайды. Себебі олар бізде ең көп дегенде 3 монета тастай алады ғой біреуі. 3-ке толықтырып жасай алмайды, иә? Себебі біреуі 1 монета тастайтын болса, екіншісі 3 монета тастап жіберуі мүмкін. Иә. 3-ке толықтыру әдісін жасай алмай қалады. Екеуі де бір определенный моментке дейін бір-бірден тастап отырады да. Одан кейін барып уже басқа стратегия қолдана ма? Бір-бірден. Басында бір-бірден тастайды да. Монеталар жеткенше. Монеталар жеткенше бір-бірден тастайды дейсіз ба? Есептің берілгенде біреу, мысалы, бірінші ойыншы біреу тастаса, екінші екеу тастау керек па? Сол ойыншы түсінбей жатырмын. Жоқ. Өзі біледі ғой. Бірінші өзі біледі. Бірінші ойыншы 1 монета, 2 монета, 3 монета тастай алады. Өзі біледі. Қанша монета тастағысы келеді? 1 тастай ма, 2 тастай ма, 3 тастай ма, 4-5 тастай алмайды енді, иә? Сосын 0 тастай алмайды. Әйтеуір 1, 2 немесе 3 тастау керек. Екіншісі де өзі біледі. 1, 2 немесе 3 тастау керек. Кім 100-ші монетаны тастайды, сол жеңіске жетеді дейді. Мысалға, біріншісі бір монета тастаса, екіншісі де 1 монета тастай ала ма? Сонда? Иә, екіншісі де 1 монета тастай алады. Аха. Бұл жерде былай ғой, негізі бұл ойында жеңіске жетудің жалғыз жолы 4-ке толтырып отыру. Мысалға, Билл 1 тастаған кезде Джон 3 тастап отыру керек та, міндетті түрде. Егер 3 емес, например, 1 или 2 тастаса, тогда уже Билл 4-ке толтырады да, ол уже жеңісті бермейді ары қарай. Қалай? Билл біреу тастаса, Джон 3 тастау керек, иә? Иә, Джон міндетті түрде 3 тастау керек. Егер 3 емес, 1 немесе 2 лақтырса Джон, тогда уже Билл 4-ке толтырып отырады да,
жеңісті бермейді. Өзі алады жеңісті. Онда бұл есепте екі түрлі стратегия болып кетуі мүмкін ба? Жеңетін адам қайсысы жеңіске жетеді сонымен? Джон Билл ба ғана әлде жеңеді ғой, в общем, Жоқ, сонда, Билл иә. ғана Джон жеңеді. жеңе алмайды ғой. Не болса да Билл Джон ғана жеңе алмайды. жеңеді, иә? Егер Билл Джон 3 тастайтын болса, жақсы. Міне, Билл онда 4-ке толықтыруды Билл жасап отырады, иә? Иә. Толықтыру стратегиясын. Ал ойнап көрейік онда. Ойнап көрейік. Мен Джон болайын, Билл кім болады? Мен болып көрейін, Дархан аға, онда айтып көріңіз, сіз қанша тастайсыз? Мен бір тастаймын. Сіз бір тастадыңыз, иә? Бір деп жазып қояйын. Жақсы. Мен де бір тастаймын. Мен екі тастаймын. Сіз екі тастайсыз ба? Сіз екі тастасаңыз, Мен уже 4-ке толтырдым. мен бір тастаймын. Мен 3 тастаймын. Қазір 3 тастадыңыз, иә? Қазір. Кешіріңіз, мына жерде сіз 4-ке толтырдым дегеніңіз қалай сонда? 4-ке Тасталған. толтырдым деген былай. Дархан ағай былай істеп отыр. 4-ші монетаны тастайды, 8-ші монетаны тастайды, 12-ші монетаны тастайды. Мен біреу тастасам, Дархан ағай 3 тастайды. Мен 2 тастасам, Дархан ағай 2 тастайды деген сияқты ғой. Көрдіңіз ба? Мен 4-ші монетаны Дархан ағай тастап отыр. Мынау. Бір болды ғой басында. 2 монета кетті, иә? Сосын Дархан ағай 2 монета 4-ші тастады. Сосын мен бір тастап едім, Дархан ағай 3-ті тастады. Себебі мынау, Дархан ағайдың ең соңғы тастаған монетасы 8-ші монета. 4-ке толықтыруды істеп отыр. Мен бір тастаймын тағы. Мен 3 тастаймын. Сіз 3 тастайсыз, иә? Онда мен бір тастай берсем, сіз 3 тастай бересіз ғой? Иә. Жақсы. Өстіп кете берейік. Мысалға, Дархан ағай мына жерде 3 тастады. Мен бірге апара берем соңына дейін. Мына жерде қараңыз, қанша қадам? Қадам сан жазып қояйықшы. 1, 2, 3, 4. Мынау 25-ші қадам болсын ба? 25-ші қадам болсын. Ал Дархан ағай, сіз қанша монет тастадыңыз? Енді монеталарды санайық. Жетпей қаламын. Мынау Дархан ағай, бірінші адам. Екіншісі мен болып тұрмын. Енді Дархан ағай, монетаңызды санап көрейік. Қанша шығады? Сіз 22 рет, 23 рет 3 тастадыңыз. 69. 23 рет 3 тастадыңыз. 23 көбейту 3, қосу 2, қосу 1. Иә? Сіз онда 2 рет. 72 монет. 72 монет тастадыңыз. Яғни 72-ші монетаны тастадыңыз. Енді мен келесін не істеймін онда? Дархан ағай 72-ші монетаны тастады. Мен 3-ні тастай аламын ғой. Сіз 2-ні тастайсыз ба сонда? Қазір бізде қанша болып тұр мына жерде? Мына жерде қараңыз, сіз қанша тастадыңыз? 72 монета тастадыңыз. Дұрыс қой? Жоқ, жалпы неше монета тасталды? Вообще. Жалпы 72 қосылған 25. Мен 25 тастаппын. Өткен 25 қадам жасадық әрқайсымыз. Онда 97 монета тасталды. Онда мен 3 монетаны тастай салам ғой, ат жағында. 3 тастай алам ғой. Күте тұрыңыз. Соңғысы келесі менің кезегім емес па? Или қалай? Жоқ, келесі сіздің кезегіңіз, бірақ мен 3 монета тастап қойдым ғой 100-шіні. Көрдіңіз ба? Сіз 97-ші монетаны тастадыңыз, иә, мына жерде? 95, 96, 97-ні. Мен 3-ді тастай салдым. Онда 100-ші монетаны мен тастап тұрмын. Керемет. Уже көрдіңіздер ме? Қараңыздар. Есептің шешімі дайын тұр. Мына жерден қорытынды жасай беруге болады. Дәл осы ойыннан. Өте керемет. Есеп шықты деп айтсақ болады ғой, былайша айтқан кезде. Міне, ойындарда осылай ойнап көру керек. Мен де мысалға балаларға жүргізген кезде әрқашан ойнатамын да ойындарға. Симметрия деген бар, осындай толықтыру деген бар. Ол өте қызықты тақырып. Балалар өте осындай тақырыпты жақсы көреді, тақырыптарды, ойындарды. Бір-бірімен ойнап сондай. Онда түсініңіз, иә? Дархан ағай, мен жеңіп кеттім мына жерде. Көрдіңіз ғой, ең соңында 3 монет тастадым. Яғни Билл жеңе алмай қалды, бірінші адам. Жарайды. Осы стратегия дұрыс па сонда, ағай? Джон жеңе ме? Негізі Джон жеңеді екен әрқашан. Джонның енді стратегиясын біз толықтырып берейік. Жаңа қатесін тауып қойдық, иә, біз. Қатені таптық. Егер Билл әрқашан 1 монет тастаса, Джон 3 монета тастайды. Яғни Джонға стратегияны өзгерту керек. Билл 1 тастай беретін болса, Джон олай жасамау керек деген сияқты ғой. Енді көрейік. Егер Билл басында, иә, басында деген сөз ең бірінші қадамында
Билл ең бірінші қадамында 2 немесе 3 тастаса, Джонның жеңетіні түсінікті ма? Мына жерде сұрақ жоқ па? Иә, сұрақ жоқ. Төртке Аға, толтыра сұрақ аласың жоқ, ба бұл жерде? Өйткені Билл басында 2 монета тастаса, Джон 4-ке толықтыру стратегиясын жасай береді. Джон басында ол үнемдеп алды уже монеталарын. Түсіндіңіз ба? Қараңыз, Билл ең бірінші қадамында 2 тастаса, Джон 2 тастайды. Иә, 4-ке толықтырады. Екінші қадамында Билл енді өзі біледі. Билл қанша тастамасын, Билл x тастаса, Джон алады да неше тастайды? 3 минус x тастайды. Иә, кете береді. Осындай қанша қадам көрейік мысалға. Мысалы, 25-шіні көрейік. Билл бізде қанша тастайды? Билл бізде біреу тастаса, мына жерде жарайды, біреу тастасын. Джон онда 4 минус x емес пе ана? 3 емес. 4 минус x емес пе? Дұрыс 4 минус x емес пе? 4 минус x. 4 минус x, 4 минус x дұрыс айтасыз. 4-ке толықтырып отыр ғой. 1, 3. Егер Билл соңында 2 монета тастайтын болса, Джон алады да 2 монета тастайды. Мынаған енді Джонның монета саны жетеді. Өйткені Джон бірінші қадамында 2 монета тастады ғой. Ода 72 монета бар ар жағында. Иә? 72 монетаны ол қанша қадамда жасайды? 72 монетаны. 24. 72-ні 4-ке бөле саламыз, иә? 20 қанша болады? 72, ойбай, 20 болмайды. 18 деген 18. 18. 18 бе? 18 дұрыс. 72. Ол 72 монетасын, жоқ, 72-ні 3-ке бөлеміз ғой, айтпақшы. 72-ні 3-ке бөлеміз. Ол 3 монетадан тастап отырады ғой, ең көп дегенде. Сол кезде 24 шығады. Ол Джон жеңіске жетеді мына жерде. Монетасы Джонның жеткілікті, былайша айтқан кезде, иә. Джон бастапқы бірінші қадамда монетасын үнемдеп алды, ары қарай болды жетеді. Енді Билл да бізде ақымақ емес, сол себепті Билл ең бірінші не істейді? 1 монета тастайды деп қарайық. Билл 1 монета тастайды. Егер Билл 1 монета тастаса, ең бірінші қадамда ол 1 монета тастаса, Билл, Джон да 1 монета тастайды. Дархан аға, жаңағы менің стратегиям ғой мына жерде. Иә. Қазір көрсеңіз болады, сол кезде есіңізге түседі қазір, қарап көрсеңіз. Сосын не істейді? Билл сосын былай істейді. Билл алады да екінші қадамында Билл ол 4-ке толықтыруды жасауы мүмкін. Екінші қадамында Билл былай жасасын мысалға. Билл егер, бұл жерде 3 қадам шығады, иә, уже 3 қадам шығады. 3 түрлі жағдай болуы мүмкін. 3 қадам деп тұрмын, 3 түрлі жағдай кетуі мүмкін. Билл біреу тастады, Джон біреу тастады. Екеуінде де қанша монетадан тұр енді? 70-73-тен тұр, иә. Енді екінші қадамында Билл былай істеуі мүмкін. Мынау екінші қадам. Билл алып 3 тастайтын болса, Джон қанша тастайды? Біреу. Билл 3 тастаса, Джон да 3 тастайды. Джон 4-ке толықтыру стратегиясын қолдана береді мына жерде. Көрдіңіздер ма? Себебі 1 монета кетті, 2 монета кетті ғой. Билл 3 тастайды, Джон 3 тастайды, сонымен 8 монета кетеді ғой. Ары қарай Билл x тастаса, Джон алады да 4-ке толықтыру жасай береді. Оның монетасы жетеді себебі. Өйткені ол басында экономдап алды, көрдіңіздер ма? Бірінші қадамда ол 1 монета тастады. Ол мына жерде 3 монета тастап еді ғой. Бірінші қадамда ол 1 монета тастады, яғни ол келесі қадамдарға оның монетасы жетеді. Ары қарай ол 4-ке толықтыру стратегиясын пайдаланады. Ары қарай мына жерде Джон жеңіске жетеді. Джон жеңеді. Ал енді екінші былай болсын. Билл тағы біреу тастасын. Билл біреу тастаса, Джон не істейді? Біреу тастай береді сіз сияқты. Біреу тастайды, дұрыс айтасыз. Біреу тастайды. Себебі Билл біреу тастады, Джон біреу тастады. Билл біреу тастады, Джон біреу тастады. Джон 4-ші монетаны тастап тұр. Иә? Джон 4-ші монетаны тастайды. Тағы 4-ке толықтырды. Джон 2 тастайды. Жаңағы стратегияны 4-ке толықтырды, қайттан пайдаланады. Оның монетасы жетеді. Бірінші қадамда ол монетасын экономдап алған уже. Үнемдеп алды. Жетеді оның монетасы, иә? Ары қарай жалғастырып видео қарап көрсеңіздер болады. Ал енді ең қиын момент мынада. Мына жерде. Билл екінші алып 2 тастасыншы. Яғни 4-ші монетаны Билл тастап тұр ғой. Сіздерге бір қараған кезде мынандай ой туындауы мүмкін да. Билл бірінші монетаны тастады, Джон 1 монета тастады, Билл 2 тастады, 4-ші монетаны Билл тастады ғой. Дұрыс қой, иә? 4-ші монетаны Билл тастады. Ары қарай Билл 4-ке толықтыруды қолдана береді деп.
Олай бола алмайды, себебі қараңыздар, Джон мына жерде бір тастай береді. Қараңыз, Джон бір тастасын. Билл 4-ке толықтыруды қолдану үшін Билл қанша тастау керек мына жерде енді? Қанша тастайды? Үшу. Ой, Иә, Үшеу, Билл үшеу. үшеу тастайды. Дұрыс қой. Үшеу. Ол 4-ші монетаны тастады, енді 8-дің ішінде. Джон Биллға 4-ке толықтыра беретіндей қылып жасай береді ғой. Джон біреу тастай береді. Көрейік, иә? Билл үшеу тастайды. Өз қаншаға дейін барады екен? Жасап көрейік. Билл үшеу, Джон біреу тастай берсін. жетпей қалдым. Бір монетасы. Мына жерден Бағана 25. сіздердікіне ойнап тұр ғой, дарханаға үйлеріңіздей. Аха, сол болайын деп тұр. Көрдіңіздер ма? Дәл сол келейін деп тұр ғой. Міне. Мынау екінші қадам болды, үшінші қадам, төртінші қадам. Мына жерде 23 болады да, 23-ті 3-ке көбейтемін, қанша шықты? 69, 72. Алады да, Джон үшеу тастай салады ғой мына жерде. Көрдіңіздер ма? Яғни ол Билл 4-ке толықтыруды мына үшінші жағдайда қолдана алмайды. Оның монетасы жетпей қалуы мүмкін. Былайша айтқан кезде передача хода деген бар. Ойындарда сондай бір әдіс. Ол өзінің ходын, жаңа Джонның ходын ұрлап алды ғой былайша айтқанда. Көрдіңіз ба? Мына жерде келесі Биллдің ходы ғой. Бірақ все равно Джон жеңеді, но келесі Биллдің ходы. Бірақ ода екеу ғана қалды. Аха. Иә. Соң Джон ең үшеу соңында. болады. Джон үшеу болады. Мына жерде Джон 100-ші монетаны тастап тұр емес па? Жоқ, анау Билл үшеу лақтырды ғой. Одан кейін Джон біреу лақтырады. Содан кейін Билл лақтыру керек та, кезек Биллдікі. Потому что Билл бастады ғой ойында. Жоқ болып кетмеді. Шығып кетпей мына кісі. Менікі қатып қалды ма десем. Жоқ. Уже жазғанмын. Сіздерге көрініп тұр ма? Иә. Аха, көрініп тұр, иә. Онда бізде не болады? Онда жаңағы Джон жеңеді екен әрқашан. Джонға стратегия тауып бердік. Міне осындай қиын есеп болды. Енді мына есеп, білмеймін, бұл есеп енді методически дұрыс па, дұрыс емес па, бізде лига 2-ке бөлінді ғой. Озат ұстазда, иә? Экран көрінбей қалды. Экран көрінбей қалды да. Көрінбей қалды ма? Көрініп тұр ма, көрінбей қалды ма сіздерге? Экран жоқ, экран. Сіз ғана көрінбейді. Демонстрация, экран сығыр, демонстрация. Ой, бұл кәс. Енді көрініп тұр ма? Жоқ, әлі көрінген жоқ. Ой, бәй. Қате жүйіп кәс. Мұнан былай істеймін. Аха. Енді көрініп тұр, иә? Қосылды. Озат ұстазда 2 лига болды. Біреу енді қатысқандарыңыз да бар шығар бұл жерде, иә? Қатысқан әріптестеріміз бар ма екен? Мұғалімдер лигасы. Сосын тренерлер лигасы. Енді мұғалімдер лигасында мынандай ойындардың есептері болып кетті. Ойындардың есептері білмеймін. Көп мұғалімдер таныс емес болып қалуы мүмкін да мынандай. Мынаның стратегиясы, мынаның енді қатесін табу қиын емес. Бірақ ары қарай дұрыс шешімін тауып беру, мына есеп әлде қайда қиын есеп. Мынау есепті бұл енді 6-7 сыныптарда орыстардың олимпиадасынан алынды, бір олимпиада болған, қандай да бір устный олимпиада ма ауызша сондай. 6-7 сыныптардікі. Бірақ енді өте керемет олимпиада. Логиканы өте керемет есеп. Есеп өте керемет. Осы есеп. Енді мына есепті, білмеймін, шығаруға болатын сияқты, иә, мына 6 есепті методически. Бұл жерден қатені біраз әріптестеріміз тапты қойдым. Иә, мына есепті көп шығарып тастады. Мысалы 5-ші есепте қызық есеп. Мектеп тақырыбында қазір өзіміз қолданатын есеп. Бұл неше түрлі әдіспен мысалға оқушыларыңызда да көрсете берсеңіз болады. Енді 8-ші сыныптың басында жаңағы полиграмның ортасыздықтың қасиетімен көрсетуге болады. Ұқсастық білетіндерге ұқсастықпен көрсетіп тастауға болады. Вектормен көрсетуге болады деген сияқты. Әртүрлі солай. Әдістерін палеспен көрсетуге болады. Онда талдап біттік бүгінге. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Біраз есептерді қарап шықтық. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгінге аяқталды онда. Рахмет қатысқандарың үшін. Жақсы, рахмет. Рахмет ағай, рахмет. Мен бір сұрағым бар еді. Аха. Мынау мысалға инвариант дегенге арналған есептер қандай болады? Инвариант дегенге арналған есептер көп. Сіз максимумның платформасын несін алдыңыз ба?
алғам ғой, бірақ та толық ашып Оның ішінде көрмедім. олимпиада курсын. Олимпиаданың ішін ашып көрсеңіз, ол жерде инварианттың 4 түрі бар. Инварианттан бір, инвариант 1, инвариант 2 деген сияқты. Ағайларымыз түсіріп тастаған. Өте керемет. Сол жерден түсінсеңіз болады инвариантты. Инвариант дегенде өте логиканы қажет ететін өте күшті нәрсе. Өзгермейтін нәрсені инвариант деп айтады ғой негізі. Аха. Соның ішінде бар. Егер сіз оны сатып алсаңыз, соның ішін ашып қарай берсеңіз болады есептерді. Есептер өте қызық. Кіші сыныптарға да бере беруге болады, үлкендерге де. Жас талғамайтын есептер бар. Иә, жарайды, рахмет. Жақсы, түсіндірдім. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.